أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة وбаракатух. Барлықтарыңызға Алланың игілігімен сәлемі болсын. Бүгін Алла қаласа біз хо және ха деген әріптермен танысатын боламыз. Жалпы бірінші хо әріпі ол тамақтың ең жоғарғы бөлігінен дыбысталады. Және сифаты хо әріпі истиғла дегеніміз жуан әріп, және өзінен алдын өзінен кейін әріп жалғайды, және ол хәмс ауаның көмегімен сыртқа шығатын дыбыс. Бұл әріпті дегенде ауа сыртқа шығады екен. Және бұл әріптің сифаты, тағы бір сифаты рахауа, яғни дыбыстың интервалы ұзаққа дейін созылып тұрады. Дегенде шығып тұрады екен. Және де мынандай бір қателікті жасамаңыздар. Дегенде мынау тіліміздің, аузымыздың бүртиіп былай алдыға шығып жоғары көтеріліп кетуге болмайды. Мысалы, деп кейде біреулер қырылдатамын деп солай не қылады. Яғни қырылдау арқылы тамақтан шығатын әріп екен. Жазылу үлгісіне назар аударыңыздар. Хо әріпі өткен сабақтағы джим әріпіне өте қатты ұқсайды. Тек қана нүктесінде айырмашылығы бар. Хо әріпі жеке тұрғанда жоғар жағында бір нүктесі бар. Жуан әріп, бірақ қатты жуан емес. Хо, хи, ху. Сөз басында жазылу үлгісі, сөз ортасында жазылу үлгісі, және сөз соңында жазылу үлгісі өзінің қайта өз орнына келеді екен. Әрекеттермен оқиық. Фәтхамен келгенде хо, кәсірамен келгенде хи, дамамен келгенде ху. Қатты қырылдатып көрсетіп жатырмын, бірақ қатты олай істеуге болмайды. Жалпы интервалы ұзаққа созылады. Сөздерді оқимыз. Хобе. Мына жерде міне сөздің басындағы үлгісі келіп тұр. Міне хобе. Хол. Хорожы. Хобер. Хушаб. Холаф. Ауа шығарамыз фыдан. Хойру. Хотму. Хомру. Хоуфу. Мехроджи. Муджбир. Мухбир. Эхроджа. Юхриджу. Эхроджа. Юхриджу. Эхберо. Юхбиру. Истехберо. Естехбиру. Келесі әріп бізде хә әріпі. Дәл осы әріпке ұқсайды, тек қана жоғарғы жағында нүктесі жоқ жіңішке әріп. Және ол тамағымыздың дәл ортасынан дыбысталады. Және қысылып шығады. Мынау хо мына жерден шықса, ол сәл төмен бөлігінен хи, ху. Бұл әріптен де сыртқа ауа шығады. Яғни бұл әріптің сифаты хәмс, және де дыбыс интервалы ұзаққа созылады. Рахауа, рауаха, жәхр. Мына жерде екі ненің орны ауысып қалыпты да.
Алла қаласа сіздердің кітаптарыңызда тураланатын болады. Жалпы келесі бізде жазылу үлгісін көрсеттік. Енді сөздерді оқимыз. Мұқият назар аударыңыздар. Хәй, 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 хәл, хәж, хәсән, хәсән, хәсәб, хәсәб, мухсин, мухсин, мәхшәр, минхәр, мәхфәл, әхсән, имтәхәнә, имтәхәнә, йәмтәхину, خلق حلق ختم حتم ارخم ارحم ح حи ху. Тамақты қысу арқылы дыбысталатын әріп. Келесі бетке өтіп, бұл жердегі барша жазуларды жазыңыздар. Әріптерді 33 реттен оқып, дәптеріңізге көшіріп жазыңыздар. Енді сіздер маған мынау тақтама мұқият назар аударыңыздар. Біз Аллаға шүкір 3 түрлі хә әріптерін өттік. Бұдан кейін біз хә деген әріпті өтпейміз. Мұқият назар аударыңыздар. Мынау хә тамағымыздың, мынау егер тамақ болса бізде осының ең төменгі бөлігінен шығады. Хә ешбір қысымсыз жұмсақ шығады. Хә, хи, ху жіңішке әріп. Ал соның сәл жоғарғы тұсынан, яғни тамағымыздың ортаңғы бөлігінен бізде бүгін өткен хә әріпі шығады. Әх. Келесі, енді тілге жақын бөлігінен, бірақ ол да тамақтың несіне кіреді екен, үкіміне кіреді екен, оны ғалымдарымыз әбден зерттеп, осы тамақ әріпіне жатқызған. Келесі әріп ол әх. Осы 3 әріпте тамақтан шығатын әріптер екен. Ең төмен бөлігінен тамшы хә, кейін әх. Жалпы бүгінгі дәрісіміз осымен тәмам. Пайдалы білім болсын. Алла зейіндеріңізді аштырсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.